Елімізде сүттің бағасы қымбаттаған. Бәріміз мал ұстаймыз, бірақ ол неге қымбаттайды? Елорда тұрғындары күнделікті тұтынатын өнімнің бағасы күннен күнге көзілеспес қарқынмен өсіп келе жатқанынан наразы. Жыл басынан бері оның құны 17%-ға көтерілген. Ақтың құны неге шарықтады? Тілшіміз Жансұлу Жиенқұл тарқатады. Өткен айларда қант, кеше нан, бүгін міне сүттің бағасы қымбаттады. Bir жылдың ішінде 22%-ға шарықтаған. Сарапшылар былтыр жылдық өсім небәрі 9,5%-ды құрағанын айтады. Ал қазір ай сайын қалыпты бағаның үстіне 2%-дан қосылып жатыр. Халық болса, бағасы шарықтағанына қарамастан көлемі азайды деп күйінеді. Дұрыс емес ол нәрсе. Еще бағасынан қоймай, литрін, по-моему, да, еще 100 граммға қысқартып жүрді. Халыққа тиімсіз ғой, конечно, барлығы қымбаттап жатыр. Не только сүттің бағасы, нанның бағасы да қымбаттап жатыр. Тем более біз өзіміз целинный край ғой. Неге қымбаттайды? Өзіміздің өніміз бар, өсімдік бар. Мал ұстаймыз бәріміз. Неге? Қымбаттап жатыр. Вообще бүкіл нәрсе қымбаттап жатыр. Күн сайын. Оны ешкім де былай айтсаңыз, ешкім не татқан жоқ. Контроль жоқ. Өздері как хотят, так и ставят эти цены. Қазақстан сүт одағының өкілдері жағдайды әлемдегі геосаяси ахуалмен байланыстырып отыр. Оның үстіне батыстық санкцияларды әжептәуір соққы берген. Жығылғанға жұдырық Қазақстанда тіпті қаптама материалдарды өндірілмейді. Салдарынан Ресей мен Беларусьтен тасып әлекпіз дейді. Сырье подорожало на 30 где-то %. Мы же сами молоко не производим, у нас нету ни ферм, ни скота. Мы закупаем молоко от фермерских хозяйств, от крупных молочных хозяйств. Но 50% мы закупаем от личных пособных хозяйств, которые вообще не имеют никакой государственной поддержки. Мамандар мәселені шешу үшін елде жаңа фермалар салу керек дейді. Сонда шикізаттың мәселесі де шешілетін көрінеді. Бірінші тоқсанда шикі сүтті тұтыну орташа есеппен жан басына шаққанда 3,5 литрді құраған, ал кілегей тұтыну 1,5 есеге өскен. Сүт пен кілегейге деген сұраныстың 95,9%-ын өзіміздің зауыттар қамтамасыз етті. Оның басым бөлігі солтүстік Қазақстанда 75,7 мың тонна және Алматы облысында 44,2 мың тонна өндірілді. Ал сырттан келетін сүт пен кілегей үлесі бар жоғы 4,1%-ға өсті. Сүт бағасына қатысты ауыл шаруашылығы мен сауда және интеграция министрлігіне сұрақ қойған едік. Алайда екі министрлікте жауапкершілікті өздерінен ысырып бір-біріне сілтеді. Қант мәселесіне қатысты сөгіс жариялағандай президенттің араласуын күтіп отырма деген ой туады. Жансұлу Жиенқұл, Ермек Махметов, Нұрлан Әлмұхамбетов, Айбат, жаңалықтар қызметі.